Түлкі мен қырғауыл ертегісі. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді де, жақындап келіп, «Сәлеметсіз бе, қырғауылым? Халің қалай?» дейді. Қырғауыл: «Жақсы, өзің қалай тұрасың?» дейді. Түлкі: «Жерге түсіп, сөйлессек қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді» дейді. Қырғауыл: «Жерге түсуге қорқамын, жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қоюы мүмкін» дейді. Түлкі: «Әй достым, қазір заман бұрынғы заман емес. Жаңа ғана келдім, бұйрық шығыпты, біреуге біреу зорлық қылмасқа, қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін деген» дейді. Қырғауыл: «Жақсы хабарыңыз бар екен, рахмет достым. Мына жақтан бір иттер келе жатыр, оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін» дейді. Ит деген сөзді естіген соң, түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл: «Қайда барасың, түлкім? Бұйрықты ұмытып кеттің бе?» дейді. Түлкі: «Кім біледі, бұйрықты ол естімеген шығар» дейді міңгірлеп.